Алдыңғы сабақтарда осы стринг туралы бірнеше ақпараттармен таныстық. Енді біздің бүгінгі сабағымыз стрингтердағы методтар. Метод демекші, бұл арнайы бір жазылып болған код бөліктері, бірақ біздің жұмыстарымызды одан әрі жақсартуға, жеңілдетуге арналған методтар, әдіс тәсілдер. Оның біреуі алдыңғы сабағымызда көргеніңіздей, нүкте формат еді. Біз форматқа кез келген айнымалыларды бір стрингтің ішіне жаза алатын едік. Форматты жабайын, бүгінгі сабағымызға string нижний пробел method.py деген документ аштым. Мына алда жазылған жасылдарды жеке-жеке түсіндіріп беретін боламын. Ctrl-B мен экранымызды жабайық. Енді бізде message, яғни хабарлама деген айнымалы бар. Оның ішінде сәлем достар, менің атым Мұртаза Әбдісамат деп жазылған стринг бар, ішінде мәтін қатары. Енді бұл жерде бірінші методымыз, ол месседж хабарламасын message нүкте upper деп аталады. Яғни біздің әріптеріміздің барлығын жоғарғы немен жазып береді. Енді ол үшін Ctrl-Shift тырнақты басып терминалымызды ашамыз. Терминалымызда Python string нижний пробел method.py жазамыз. Экранға сәлем достар, менің атым Мұртаза Әбдісамат деп бүкіл әріптерінің барлығын үлкен әріпке айналдырып жазып берді. Ол үшін месседждің ішіндегі стрингтерді нүкте қойып, upper функциясын, яғни методын жазсақ, бізге бүкіл сөздерімізді үлкен әріпке айналдырып береді екен. Бұны комментарийға алам. Екіншісі, ол бұған қарама-қарсы антоним ретінде message.lower деген. Ағылшын тілінде кішкентай әріптермен деген. Мына немізді қайттан жұмыс еткіземіз. Мына жерде бүкіл нәрсеміздің барлығын кішкентай әріппен жаздырып алдық. Яғни біз алдағы уақытта бір парольдерді, нелерді қолданушыдан алған кезде бүкіл әріпін кішкентай әріпке айналдырып барып базаға сақтауымыз мүмкін. Немесе бүкіл үлкен әріпке айналдырып базаға сақтауымыз мүмкін. Сол кездерде қолданатын методтардың біреуі. Ол келесі методқа өтейік. Үшінші методымыз message.title. Title дегеніміз не? Бірінші әріпін ғана үлкен қылып, қалған сөздерді кішкентай әріптермен толықтырып береді. Сәлем достар, барлығының бірінші әріпі үлкен әріп. Title дегеніміз осы методымыз осыған жарайды екен. Келесі методқа өтеміз. Келесі метод capitalize деген сөз, яғни капитал. Бірінші әріпін ғана бізге үлкен әріппен жазып береді, қалған барлығын кішкентай әріппен жазып береді. Word'тағы бір функция деп айтсаңыз да болады. Word'тарда осындай нәрселер бар, функциялар. Енді мынандай нәрсе бар. Месседжге қайттан алайық мына жерге. Месседж жоғарыда да тұр. Мынаны өшіре салсам да болады. Мынандай нәрсе бар. Бір қолданушыдан пароль алып жатыр деп ойлайық. Қолданушы пароль енгізіп жатыр деп ойлайық. Сол жерде парольдің арасында, мысалы, бос орын қалып кетуі мүмкін. Мысалы, мына жерде бос орын қалып кеткен. Мынаны комментарийға алып қоя салайын, біріншісін. Мына жерде бос орын қалып кеткен. Енді осы бос орынды жоқ қылу үшін бізде қандай функциямыз бар? Методымыз бар. Strip деп аталады. Strip дегеніміз сөздің әріптің басында және соңында қандай бос орындар бар, соларды алып тастап барып жазып береді бізге. Қайттан жазып көрейік. Мына жерде сәлем достар, менің атым Мұртаза Әбдісамат деп экранға шығарып береді. Бірақ мына жерде бос орын болса да, оған мән берген жоқ. Мән берген жоқ болғанда, соны алып тастады мына жерде. Strip деген функциямыз осы жерге арналады. Мына жерден бос орынды қалдырсақ та, мына жерге сақтайын. Екеуінің арасында да бос орын бар. Бірақ экранға, дәл соны бізге шығарып береді. Мына жерден бастап көшірдім мынаны. Екі бос орынды алып тастап барып шығарып береді мына метод бізде. Енді split деген методымыз бар. Split дегеніміз айырып жазып береді. Әрбір сөзді бос орыннан айырып тастап жазып береді. Split'тің ішіне ешқандай мән бермесеңіз, сөзді бос орыннан бастап алып тастай береді. Мына жерде екеуінде орнын жауып қоя салайын. Strip'ті қолданды ол үшін. Split сәлемді бір бөлек, достарды бір бөлек, менің атым, менің дегенді бір бөлек, атым дегенді бір бөлек, жеке-жеке бір массивке сақтап берді.
Енді массивті алдағы уақытта көретін боласыздар. Өтеміз алдағы уақытта массивтер туралы. Осы үлкен стрингтегі әрбір сөзді жеке-жеке алып алуымызға болады екен. Мысалға, сплитті мына жердегі жабайында мынаны ашайын. Мынаны сақтайын, қайттан жұмыс өткізейін. Ол кезде бірақ мына жерге леп белгісін қойдым сплитке. Леп белгі деген бастап айырады екіге. Яғни сәлем достар дегенді бір бөлек алады, менің атым Мұртаза Абдысамат дегенді бір бөлек алады, және бос орынды бір бөлек алады. Неге? Өйткені мына жерде леп белгі бар мына жерде. Сол леп белгіден кейінгіні де бос орын қылып алды мына жерде. Енді сплитті әртүрлі қылып алсаңыз болады. Мысалға мына жерге достар дегеннің орнына үтір қылып қойып, мына сплитке үтір белгісімен де бөлсеңіз болады. Оны мен тағы да көре саламыз. Сәлем достарды бір бөлек алды да, менің атым Мұртаза Абдысамат бір бөлек алды. Кеттік келесі методқа. Енді message тең message split. Енді мынандай нәрсе қыламыз. Бірінші бітейік. Жұмыс өткізейік. Бірінші бөліп алайық барлығын. Сәлем достар, менің атым Мұртаза Абдысамат, анау жазды, бөліп берді, сплитпен бөліп тастадық. Енді осыларды қалай бірлестіреміз, біріктіреміз қайтадан. Ол біріктіру үшін мына нәрсені орындаймыз. Join деген метод бар. Яғни мына жерде арасына мынандай қойып бер деп тұр, join message'ге. Яғни месседждің ішіне мынаны бірлестіріп қойып бер деп тұр мына жерде. Сақтаймыз, бұны жұмыс өткізейік. Әр қайсының бос орынның барлығына сызықша, жұлдызша, сызықша қойып берді барлығына. Мына жерде мен оны айттым өйткені оған. Мысалға, тек сызықша қойып бер десем, сызықша қойып береді барлығына. Бос орынның барлығына сызықша қойып жаздырып береді мына жерде. Бұны алдағы уақытта сіздер өздеріңізге керек методтарды жеке-жеке көре берсеңіздер болады. Енді мына жерде іздеу, сөздерді іздеу керек болады. Стрингтердің ішінен, яғни message деген айнымалының ішінен find деген методымыз қолданамыз. Ішіне қандай сөз іздеп жатырмыз. Сол сөздің индекс нумерасын маған жазып беру керек экранға. Мына жерде print индексті шығарайын. Сақтайын. Жұмысты өткізейін. Мына 25-ші индексте Мұртаза деген сөз бар екенін тауып беріп отыр. Мысалға, Мұртазаны 2А деп сақтап, қайттан жұмысты өткізетін болсам, ол кезде тауып бермейді. -1 деген нәрсені шығарып береді. Өйткені Мұртаза деген сөз жоқ. Мына текстің ішінде, ал Мұртаза деген өзінің тексті бар. Сақтап, қайттан жұмысты өткізсек, 25-ші, яғни сізге 10 таңбалы сан шығарып беретін болса, нәтижеге, яғни ол сөз бар деген сөз. Ал жоқ болатын болса, -1-ді экранға шығарып береді сізге. Енді мына жерде тағы да келесі методымыз бар. Екеуін комментарий қалайын. Is found деп айнымалы тағайындадым. Оның ішінде message нүкте starts with деген. Яғни с-дан басталады ма деп сұрақ қояды мына жерде. Егер табылса, содан басталатын болса, true несін шығарады бұл жерде. Is found-ты мына жерге print-қа шығара салайық. Ештеңе орындаған жоқ өйткені. Is found. Сақтаймыз. Нәтижесін көрейік. True деген нәтижені шығарып береді. Is found. Енді дәл осының антонимі да бар. Ends with. Яғни осымен аяқталады ма? С-мен аяқталады ма? Енді is found-ты мына жерге де экранға шығарайық. Сақтайық. Екеуін шығарып береді. Біреу true, біреу false шығарып береді. Өйткені екіншісі с-мен аяқталып тұрған жоқ. Біздің текстіміз леп белгімен аяқталып тұр. Мына жерге леп белгісін қойсақ, екеуі де true болып шығады екен нәтижеге. Екеуі де true болып шықты. Осы нәрселерді қолдансаңыздар болады. Ctrl-K-сы комментарийға алдым. Енді message айнымалысын message нүкте replace алдыңғы сабақтарда бір көрсетіп беріп кеткен едім. Мысалға, Мұртаза деген сөзді Мұстафа дегенге өзгерту керекпіз. Ол үшін стрингтің ішінде replace методын қолдансақ болады. Сақтаймыз, мынаны нәтижесін көрейік.
мына жерде Мұстафа Абдусамат деп өзгерді, Абдусамат деп. Менің атым жоғарыда Мұртаза еді, Мұстафаға өзгерді. Кез келген тексттегі мәтіндерді өзгертсеңіздер болады осылай. Енді message center 100 деген нәрсе бар. Текстімізді 100 айнымалыға тағайындайды общий, соның ортасына экранға шығарып береді біздің жазуымызды. Яғни ертең сіз сайт жасап жатқан кезде, мысалға бір сөзді текстің ортасына жазуыңыз керек болады. Сол кезде мынандай нәрсені қолдансаңыз болады. Мысалға, мына нәрсені де жазсақ болады. Мына жерде бос орын ғана еді, центр. Мына жерде 100 символ алады, бос орындардың барлығына жұлдызша қойып шығады мына жерде. Мына жерде міне 100 стрингті алды, ортасына сәлем достар, менің атым Мұртаза Абдусамат деп жұлдызшаны қойып берді. Осы метод осылай жұмыс жасайды. Center деген метод бұл жерде. Енді экранға print message барлығында жазып отырды. Енді алдағы уақытта сіздер неше түрлі методтармен де таныса бересіздер. Мысалға, мына жерде бір тағы да көрсетіп кетейін. Python methods деп іздесеңіз поискке неше түрлі методтарды тауып алсаңыз болады. Мысалға 3W Schools-тың сайты бар, және Python Docs-тың ішінде де документация бар. Осы документацияның ішінде де Python-ның методтарын тауып алуыңызға болады. Астында өткете алмай жатырмын. В общем, мына жерде methods деген нәрсе бар. Міне special method names. Әртүрлі арналған, енді методтардың неше түрлісі бар мына жерде. Осы документацияның ішінен іздеп отырып тауып алсаңыз болады, мысалға. Methods on code. Set type. Мына жерден іздеп табасыз, енді мен көп уақытыңызды алмайын. Осының ішінен метод дегенді тауып алсаңыз бар ішінде бірнеше методтар, және Python list methods, листтегі методтарды, stringтағы методтарды табуға болады мына ішінен. Python strings, stringтің ішіндегі string methods. Әртүрлі ненің методтары бар. Осы жерден capitalist, case fold, center, count, encode бірнеше методтар бар. Өзіңізге қалаған бір жұмыс еткізіп көрсеңіз болады. Текстіңізге қарай. Осымен жұмыс жасасаңыз болады. Келесі сабақта кездескенше.